Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерді ClassTime платформасымен таныстыратын боламын. Бұл ClassTime платформасы оқушылардың сабақ үлгерімін әртүрлі тапсырмалар арқылы тексеру немесе бағалау деп айтсақ та болады. Бұл ClassTime платформасы оқушылар үшін және мұғалім үшін өте қызықты платформа. Сондықтан қолданып көруге кеңес беремін. Сіздер бұл платформаға кіру үшін classtime.com деп кірсеңіздер болады. Кіргеннен кейін бізде осындай бетше ашылады. Жоғары жақта вход для учителя деген бар. Соның үстінен бір рет черту арқылы өзіңіздің жаңағы аккаунтыңызбен тіркелсеңіз болады. Неке өзімнің аккаунтыммен тіркеліп жатырмын. Тіркелгеннен кейін осындай әрекеттерді орындап болғаннан кейін бізде жаңағы тапсырма жасайтын осындай бетше ашылады бізде. Моя библиотекаға барамыз. Барғаннан кейін біз жаңа тапсырма жасау үшін новая группа вопросов деген бар, соны басасыз. Егер сіздерде орысша болса, онда перевести на казахский деп қазақ тіліне ауыстырып жұмыстансаңыздар болады. Жаңа сұрақтар тобын басасыз. Басқаннан кейін мысалға мына жерде мен 5-ші сынып информатика деп қойын. Информатика сақтаудың үстінен басам. Басқаннан кейін мына жерде стрелкамен көрсетіліп тұр неке. Жаңа сұрақ деген бар. Үстінен басу арқылы біз өзіміздің алдын ала дайындалған сұрақтарымызды осында алып келеміз. Мен Word бағдарламасында алдын ала дайындалған сұрақтарым бар. Осы жерге барып копировать, ставить етем. Ставить етеміз. Екен мына жерде осы жерді қараңыздар. Аймақ таңдаңыз деген жер бар. Осы жерде әртүрлі тапсырмалар бар. Сабақтарға арналған таңдау, бір дұрыс таңдау дейді. Бірнеше дұрыс операциялар, true, false, яғни ақиқат, жалған тапсырмаларын жасасаңыз болады. Мәтін, тапсырысты орнату деген бар, сәйкестік орнату деген бар. Аймақты таңдаңыз, мәтін таңдаңыз, бос орынды толтырыңыз деген әртүрлі тапсырмалар бар. Өзіңіздің сабағыңызға қатыстысын алып жасасаңыз болады. Немесе бұл жерде барлығын қолданып көруге болады, сабақтың үстінде қолдануға болады. Енді қазір мен бірнеше түрін қалай жасау керек жолын көрсететін боламын. Неке біріншісі таңдау, бір дұрыс таңдау дейді. Бір дұрыс жауапты таңдау. Осыны басамын. Басқаннан кейін мына жерге енді нұсқаларын көшіріп алып келетін боламыз. Мысалға сканер, пернетақта, тышқан деген сияқты. Мына жерге контролмен V-ны басатын боламыз. Сол кезде вставить етіледі бізде. Одан кейін пернетақта, сосын тышқан принтер. Контролмен V-ны басам. Келесі вариантты қосу үшін жауап опциясын қосыңыз деген кнопканы басасыз. Келесі қолмен жасап қойып тышқан деген мышка. Келесі бізде принтер. Осылай енгізсеңіз болады. Енді бұл жерде бізде жоғары жақта сұрақты құру деген ашылу керек. Ашылу үшін бізде бір жаңағы дұрыс белгіні белгілеуіміз керек. Бірінші мінекей. Үстінен басасыз. Басқаннан кейін бізде сұрақ құру деген ашылды міне. Сұрағымыз дайын. Сұрақтары және жауаптары. Енді бұл жерде өзіңіз ұпай берсеңіз болады. Мысалға бір сұраққа 5 ұпай немесе бір сұраққа 1 ұпай деген сияқты ұпайын жазып кетсеңіз болады. Сұрақ құру дегенді басасыз. Басқаннан кейін бізде бірінші тапсырмамыз дайын. Енді екінші тапсырма. Жаңа сұрақ құруды басасыз. Басқаннан кейін енді бізде екінші тапсырма түрін таңдап көрейік. Мысалы бізде true, false таңдап көрейік. Енді сұрақты енгіземіз осы жерге. Принтер енгізу құрылысына жатама. Сұрақ белгісін қоям. Енді бұл жерде кескін қосу, сурет қоссаңыз болады. YouTube каналыңызда егер сабақтарыңыз болса, сабақты қосуға болады. Және аудиозапис алып келу болады осында. Енді бұл жерде рас па, дұрыс емес па дейді. Бұл жерде принтер енгізу құрылғысына жатпайды, сондықтан бізде дұрыс емес деген бар. Соны басқаннан кейін бізде сұрақ құру деген ашылды. Неке үстінен басасыз. Басқаннан кейін бізде жаңағы екінші тапсырмамыз шықты. Енді үшінші тапсырманы енгізу үшін жаңа сұрақ дегенді басасыз. Басқаннан кейін мына жерде сұрақ таңдайсыз. Сұрақ жазасыз. Бірінші сұрақ жазбас үшін біз мына жерде тапсырманы таңдап алуымыз керек. Мысалға мен аймақ таңдаңыз дегенді басайын. Басқаннан кейін бізде автомат түрде суретті жаңағы
көшіріп алып келетін жер ашылады. Мінекей аймақты басамыз, суретті жүктеп алуды басамыз. Басқаннан кейін өзіңіздің алдын ала дайындалған жаңағы суретіңізді осында алып келетін боламыз. Мінекей картаны басайық. Қайтадан загрузка жасайық. Кішкене ошибка болып тұр. Мына жерде аймақ таңдаңызды басамыз. Басқаннан кейін аймақты белгілеу үшін суретті алып келіңіз. Мінекей осылай бізде Қазақстан Республикасының картасы шықты. Яғни бұл география сабағына арналған. Немесе тарих сабақтарында қолданылған. Жалғастыру дегенді басасыз. Басқаннан кейін бізде сұрақты енгіземіз. Мысалға Астана қаласы қайда орналасқан деп осы жерде бір немесе бірнеше жауаптарды белгілеуге болады. Мысалға мен бір жауапты белгілеу деген басам. Басқаннан кейін картаның үстіне барған кезде осындай плюс белгісі ашылады. Осыны басу арқылы сіз бір жерді белгілеп алсаңыз болады. Одан кейін дайын болған кезде сұрақ құру деген бар. Үстінен басасыз. Басқаннан кейін бізде 3 сұрақ осылай дайын болды. Енді біз осы сұрақтарды оқушыларға жіберу үшін жаңа сеансты бастау деген кнопка бар. Соны басу арқылы біз жаңағы сілтемені алатын боламыз. Қазір қабылдау деген бар. Үстінен басу арқылы ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Мінекей мына жерде сілтеме бар. Осы сілтемені компьютеріңізге немесе жаңағы оқушыларыңызға жіберсеңіз болады. Сілтемені белгішенің үстінен басасыз. Басқаннан кейін осыны әртүрлі әлеуметтік желі арқылы оқушыларыңызға жіберсеңіз болады. Мінекей қазір мына жерге қолданып көрейік. Сілтемесін класстайым ашылды. Мына жерге оқушы өзінің атын жазады. Мысалға Азамат үстінен басады. Басқаннан кейін бізде жаңағы мұғалім дайындаған тапсырмалар осында оқушыға шығып тұрады автоматты түрде. Қайсы компьютердің шығару құрылғысына жатады. Мысалы принтер ответить басады. Міне 1 балл. Бұл жерде балы барлығы не жасаңыз соның барлығы көрініп тұрады. Следующий келесі вопрос. Принтер енгізу құрылғысына жата ма? Жоқ. Ответить басамыз. Басқаннан кейін келесі сұрақ. Мына жерде Астана қаласы қайда деген қате кетіпті. Қайда орналасқан? Мына белгілейсіз. Ответ дегенді басасыз. Уже бұл мұғалімге кетті. Енді қазір мұғалімдікін көрейік. Мұғалімнің несіне кіріп перезагрузить етейік. Мінекей. Бізде осылай жаңағы сессияның ішіне барасыз. Оқушының жауабын көру үшін мына жерде информатика 5-ші сыныптың үстінен басасыз. Басқаннан кейін бізде бір оқушы орындады. Қай сұрағы дұрыс, қай сұрағы бұрыс. Ол көрсетіліп тұрады. Мінекей. 2 сұрағы дұрыс, 1 сұрағы дұрыс емес. Осылай оқушыларыңызды бағаласаңыз болады. Бұл тапсырма түрлерін үй тапсырмасын сұрау кезде немесе сабақты бекіту кезінде жасасаңыз өте керемет. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы ұсынған видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да қызықты және пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.